Бұлақты ауылында бұрын соңды болмаған жаңа білім ошағы салынуда. 900 оқушыға арналған мектептің қазіргі құрылыс қарқыны жаман емес. Мердігер мекеме өкілінің сөзіне сүйенсек, мектепті толықтай аяқтау жаңа оқу жылына дейін жоспарлануда. Бұл мектеп Бұлақты ауылында салынып жатыр. 900 балаға арналған. Қазіргі таңда 144 адам бүгін жұмысқа жұмылдырылған. Оның ішінде қазір актив сырлау жұмыстары қалды, көрдіңіздер. Ішіне жаңа жиһаздарды уже бастадық, кіргіздік. Енді бір Алланың қалауымен осы қыркүйекке балаларды қабылдасақ, бір қуансақ деген ойымыз бар. Бұл жерде жаңа спорт зал дейміз, дене шынықтыру айналысатын шу жаңағы бастауыш сыныптарға арналған екі кіші спорт зал дейміз, и үлкен бір спорт зал бар. Мектеп негізі 3 қабатты, лифтісі бар. Енді жайлы мектеп болғаннан кейін бұл алардан ерекшелігі көп. Өйткені бұл жерде жаңағы мебельдердің өзі, жиһаздардың өзі кәдімгі стандартпен киім бөлінумен жасалғандар. Әр кабинетте өзіне математика кабинеті болса, соған лайықты суреттер салынып әр жерде. Қазір біз қазан айында өткізуіміз керек жоспар бойынша, сұраныс бойынша осы қыркүйекке балалар қабылдасақ деп жатыр.